Ерме балалар, жаратылыстану пәні 4-ші сынып. Қош келдіңіздер. Қоршаған орта әлемі, не деген көркем әдемі, сол сұлулықты сақтайық. Мадақ сабақтың тақырыбы еліміздің жер бедері қандай? Ойлан, есіңе түсір. Елімізде орналасқан жер бедері туралы қандай мағлұматтар бар? Жазықтар еліміздің қай тұстарында орналасқан, ал таулар ше? Қазақстан табиғаты алуан түрлі. Өйткені біздің еліміз ұлан ғайыр жерді алып жатыр. Қазақстанда жазық далалар да, ойпаттар да, таулар да бар. Еліміздің жер бедері алуан түрлі болады. Онда биік таулар мен, жазықтар мен, ойпаттар. Жер бетінің өте биік жерлерін тау деп атайды. Таулар алуан түрлі болады. Биік таулардың беткейі тік жарлы, қия болып келеді. Таулардың көбісінің шыңын қар басып, мұздық құрсап жатады. Мұздықтардың пішіні әр түрлі болады. Кейбіреулері төменге қарай үшкірленіп бітсе, ал кейбіреулері шың басына киілген қалпақ тәрізді болады. Қала немесе ауылдың сыртына шықсаңыз, төңірек айқын көрінеді. Кейбір жерлерде қырат та, тау да жоқ. Айнала теп-тегіс болады. Мұндай жерлер жазықтар деп аталады. Картада олар жасыл түспен беріледі. Жер бедері тау, жазық, ойпат, таулы үстірт, төбе, қырқа, аңғар, жыра, тағы да басқа болып келеді. Жердегі барлық табиғи компоненттерді олардың қалыптасуы мен дамуы жер бедеріне байланысты. Адам өмірі де жер бедерімен байланысты. Ежелден адам жазықтарда мекен еткен, өзінің шаруашылық іс-әрекетінде, құрылыста, жол өткізіп, зауыт, фабрика салғанда да ол жерде жер бедерінің пішінін ескеру керек. Мына суретте балалар біз Қазақстанның физикалық картасын көріп тұрмыз. Жазықтар физикалық картада жасыл түспен боялады. Картада жасыл бояу үстіне сарғыш тақтар түсіру арқылы төбелі жазықтар белгіленген. Төбелер бір-бірімен жалғасып, қыраттарды құрайды. Таулар қоңыр түспен белгіленген. Таулар биіктеген сайын қоңыр түс қоюлана бастаған. Кейбір жерлерде ойыс жазықтар кездеседі. Жазықтың бұл түрін ойпат деп атайды. Мысалы, Каспий маңы ойпаты теңіз деңгейінен төмен орналасқан, және ол картада қою жасыл түспен белгіленеді. Таулардың арасын аңғарлар бөліп жатады. Олардың кейбіреуі тар, әрі терең болады. Оны шатқал деп атайды. Шатқалдардың бойымен таудың аса өзені ағып жатады. Кейде аңғарлар үлкен аумақты алып та жатады. Мына жерден балалар Хан Тәңірі шыңы көріп тұрмыз. Оның биіктігі 6995 метр. Маңғыстаудағы Қарақия ойысы. Оның тереңдігі 132 метрге тең болған. Қазақстанның жер бедерінің басты ерекшеліктері жер бедерінің жазықтар мен аласа таулар, Қазақстанның батысында, солтүстігінде және орталығында орналасқан биік таулы аймақтар, республиканың шығыс және оңтүстік шығыс бөлігін алып жатқан шағын аумақты қамтиды. Еліміздің бүкіл жер беті оңтүстіктен солтүстікке және шығыстан батысқа қарай бірте-бірте еңіс тартады. Биік таулар мен аласа таулар тауаралық аңғарлар мен және жазықтар мен алмасып отырады. Үйге тапсырма балалар, оқулықтан 54-55 бетті түсініп оқу, жер бедері ерекше үстірт аймақ туралы жазып келу.